12 жасқа толған балаларға арналған. Армысыздар, әнсүйер ағайын, эфирде бір әннің тарихын қаузап таныстыратын бір ән хабары және мен Жұлдыз Бесек. Бәрі дана бір өзіңнен басталды, сен деп жаздым алғаш өлең дастанды. Қуандым ба, өзің бар деп қуандым, жыладым ба, өзің жоқ деп жастанды. Бұл Қадыр Мырзалы ағамыздың өлеңі. Біз бүгінгі хабарымызды нәзік жандыларға, соның ішінде түн ұйқысын 4 бөліп, бесік таянған аяулы аналарымызға арнаймыз. Бүгін студиямызға қонаққа ақын, сазгер, Талас ауданының құрметті азаматы, Қазақстан Республикасының оқу ісінің үздігі Үміт Битенов әпкеміз келіп отыр. Хош келдіңіз, Үміт әпке. Хош көрдік. Көңіл күйіңіз қалай? Шүкір. Бәрекелді, өте тамаша. Үміт әпке, сіздің республикамызға танымал сырлы, сазды, назды әндеріңіз жетерлік. Осы сазгерлік қасиетіңізді қай уақытта байқадыңыз? Мен әлі есімде кішкентай тілім бұлдырламаған, жөндеп шықпаған күйімде. Балапан шағымда, ол кезде әкем де тірі болатын, мектепке бармаған шағымда өзім дыңғырлап жүретімін. Әйтеуір бір мақамдарды ыңылдап жүрем. Өйткені шешемде істігіп жатса да, ауқат істеп жатса да ыңылдап жүрет. Сол сурет көз алдында, сосын мен өзімді ыңылдап жүрем. Ал енді шын мәнінде ән шығара алатын қабілетімнің бар екеніне мүмкіндік берген ол менің студенттік кезім. Өйткені мектеп жасында мектеппен қоштасу туралы тақырыптарда бірді-екілі әндер шығарғам. Бірақ мен оны жарыққа шығарған жоқпын. Шымкент пединститутына оқуға түскен кезде сондай бір әдеби, мәдени, өнерлі ортаға түстім. Және сол орта мені шынымен де осындай қырларымды тәрбиелеп шығарып, менің бір қырым сазгер болуға мүмкіндік жасады деп ойлаймын. Тамаша. Сіз талантты адам тағдырлы дейміз. Сіздің бір сұхбаттарыңызда жетімнің қызы деген сөз жүрегіме батты деген сөзіңізді тыңдадым. Сол жайында тарқатып айта отырсаңыз. Ғұмырбаяндық тарихымды айтатын болсам, 7 жасыма дейін деп бір бөлем, сосын 7 жастан кейін деп бір бөлем. Неге десеңіз, мен 7 жасыма шейін шынымен де толыққанды отбасыда 6 баласы бар ата-ананың, әке-шешенің отбасында, қасында бақытты ғұмыр кештім. Ал тура 7 жасыма келіп мектеп табалдырығын аттайым деген жылдары әкемнен және 2 бірдей алдымдағы ағамнан көлік апатының кесірінен айырылдым. Сіздің бүкіл халық, бүкіл қазақ жатқа айтатын «Мама» деген әніңіз бар. Бұл тамаша әніңіз бүкіл аналарға ескерткіш секілді. Осы ән тыңдағанда менің өзім анама деген махаббатым ерекше оянып, іштей алғысымды білдірем. Әнін де, сөзін де жазған автор ретінде сізге де ерекше алғыс айтқым келеді. Бұл әннің шығу тарихы қалай? Мен Жұлдызжан өзің сияқты журналистер немесе оқырмандарым, тыңдармандарым осылай әннің тарихы қалай дегенде тағы да жүрегіме салмақ түседі. Айтпайын десем, ол тарих. Мені кейде сазгер ғой, композитор ғой дейді, біреулер сұрап жатады, Үміт, ән жазып жатсың ба деп. Мен күнде жазатын, сосын фортепианоның құлағында ойнайтын композитор емеспін. Әуесқой сазгермін. Бұны мойындауымыз керек. Бірақ сол әнді шығарайын деп шығарған жоқпын ғой. Сол шығарған бірдекілі әндерімнің бәрі
тағдырлы әндер. Жаңағы мені ойлап қам жемеші мама деген әнім де мен анама кішкентай кезімнен бастап, студент кезімден бастап, жалпы барлық ақындар сияқты, қаламгерлер сияқты анама арнап бірталай өлеңдер жаздым. Бірақ ән арнайын деп ойлаған жоқпын. 3-ші курста Шымкентте оқып жүрген кезінде қыста қаңтар айында үлкен Икарус автобусында жолаушылап келе жатқан кезде сол біздің автобусымыз көктайғақтан 300 метр жерге шейін аунап барып ойға қарай аударылды. 1,5 айдай жаттым, емделдім. Сотрясение деді. Күндіз 6-7 адам жатады бір палатада. Мынандай терезеге қарсы бір қабырғасында түнімен свет жарық өшіп тұрады, ел ыңқылдап ұйықтап жатады, травматология деген бөлім. Мен қабырғаға қарап жатып, өксіп жатам. Сәл мұрнымның тартқаны, пышылдағаны естіліп қалса, кім қыбырлап жатқан деп қояды ғой деп, дыбысымды да шығармай, іштей тұнжығып өксеймін. Өйткені мен сол бара жатқан автобуспен шешеме ауылға келе жатқан болатынмын каникулда. Шешеме жете алмай қалдым. Жалғызілікті анама бір берілетін 10 шақты күн каникулды мен пайдаланамай қалдым. Және ол кезде хат, хабар, телефон жоқ. Жазған хабарың, барам дейтін хабарың 2 апта жүріп барады. Одан кейін одан келетін, шешемнен келетін жауап тағы 2 апта жүріп, 1 ай, 1,5 айда хабарласамыз. Содан менің ауруханаға жатқанымды шешем осы күнге шейін деп ойлаймын. Қазір енді айтып жүрмін, ол кісінің көзі жоқ. Ауруханаға машинаның апатынан, көлік апатынан ауруханаға жатқанымды білмей кетті. Бірақ содан жаңағы қабырғаға теріс қарап жатып, түнде түнімен өзім өксіп жатып, ыңылдап шығам. Сонда осы ән шықты, сонда осы шумақ шықты. Байқап қарасаңыз, жаңағы әнімде, әнімнің қайырмаларында қарабайыр оп-оңай сөздер жазылады. Анандай бір поэзия жоқ, көркемдікте ерекшелік жоқ, тілі оңай, ауызекі тілде. Суық күнде тоңбады ма деп. Мен шында да қаңтардың қақаған қысында көктайғақта далада жатып қалдым ғой. Суық күнде тоңбады ма деп, әлде жолы болмады ма деп деймін. Жолым да болмай қалды. Шешеме, әкеме ауылға келе жатқам. Жалғызсырап қалмады ма деп деймін. Сол жерде 40 шақты адам, 45 адам авария болып домалап жатырмыз. Мен де жалғызсырап қалдым ғой. Мені ойлап қам жемеші мама деп өзімді жұбатамды, өксеймін ішімнен. Өйткені тірі қалдым. Сөйтемді ар жағын жұбатып қоям. Саған тартқан менің күлгенім, сенің арқаң шалқып жүргенім, қасыңдамын, әркез біргемін, мені ойлап қам жемеші мама деп. Осындай бір қарапайым сөздермен осы шумақтар шықты. Одан қайырма шықты, одан жаңағыдай шумақтар шықты. Бірақ бұл әнді мен кейін отбасылы болған кезде, балалы шағалы болған кезде, ауылда жұмыс істеп жүрген кезде, сосын мектептің тәрбие завучы болғандықтан, мектептің тәрбие ісі жөніндегі директордың орынбасары болғандықтан, іс-шараларын бәрін өзім өткізем. Сонда сахнада гитарамен өзім орындап жүрдім. Және енді анаға арнаған ән ретінде бүкіл ауылға, ауданға тарады ол ән. Ал бұл әннің тарихының негізгі шындығын шешем білген жоқ. Анаңыз бұл әнді естіді ме? 95 жылы Қаратау қаласында біз енді қайырымдылық концертін өткіздік. Ол 2 жыл сайын дәстүрлі болатын. Ербол мен Үміт шақырады деген концертті біз 2 жыл сайын қойып тұрдық Қаратауда. Сол кезде ауылдан алдыртып, енемді де, шешемді де ауылдан алдыртып, 900-ге жуық адам саны отыратын осы қазіргі Ұлбике ақын атындағы, ол кезде аты жоқ, мәдениет үйінде үлкен аншлаг концерт қойдық. Сол кезде Ербол ағаңыз жүргізді ол концертті. Сол кезде хабарлап, мынау анамызға, 2 анамызға арналған ән деп хабарлап айтты да, мен оны музыкалық аспаппен, ямахамен дейміз бе, орындап шықтым. Сол кезде ол туралы енді телевидение түсірді, бейнетаспаға жазылды. 2 анамның, менің кішкентай 5
айлық ең жүлі баламды екеуі кезек-кезек ұстап отырып, сол концертті көріп тамашалағаны және анамызға арналады деп екеуіне қошемет жасатып, елдің алдында қол соққызғанымыз туралы бейнетаспа әлемге шейін сақталған. Бірақ ән қалай келді, не үшін туылды, екі анамыз да білмей кетті. Бәрекелді. Ендеше осы әніңізді жанды дауыста, перзенттік махаббаттан туған ән ғой. Осы студияда орындап берсеңіз. Мәңгі жарық күн сыйлаған маған, бір адам бар, ол өзіңсің анам. Мейірімге бір өзіңнен қанам, жылуды да жүрегіңнен алам. Ардақты анам, аяулы мамам, суық күнде тоңбады ма деп, әлде жолы болмады ма деп, жалғызсырап қалмады ма деп, мені ойлап қам жемеші мама, саған тартқан менің күлгенім, сенің арқаң шалқып жүргенім, қасыңдамын әркез біргемін, мені ойлап қам жемеші мама, мені ойлап қам жемеші мама. Рахмет Үміт әпке, бәрекелді, өте тамаша. Сіз жаңа айтып жатсыз, сөзі қарабайыр деп, бірақ әрбір перзенттің жүрегінде осы сөздер жатыр ғой анасына. Мені ойлап қам жемеші, сенің арқаң осы деп, өте керемет. Ұлы шығармалардың бәрі қарапайым болып келеді дейді ғой, бүкіл халыққа танылып. Ендеше осы әніңіздің, мені ойлап қам жемеші мама әніңіз, республикалық деңгейде танытып орындатқан, менің білуімше, Аманғали Сыпабеков. Ол да байқап қарасам Шарал ауылынан екен. Бұл сәйкестік пе қалай өзі? Мен сол Аманғалиді әзіл әлемінде жарқыта қалған кезде тани бастадым. Біздің осы Таразда оқыған екен, студенттік өмір жылдар өткен екен. Бірақ сол бала танымал болып, Әзіл-Сқақ театрының, Тұрсынбек басқаратын Әзіл-Сқақ театрының, Базар жоқ театрының белді мүшесі ретінде таныла бастаған кезде маған хабарласты. Үміт әпке, мынау әніңізді айтайыншы деп, телефонмен. Ай балам, сен оны білесің бе? Ал айтып көр. Бүкіл сөзін бұлжытпай және мақамын, ырғағын бұзбай түгел айтып бергеннен кейін мен оған рұқсат бердім. Бұл әнді қайдан білет десем, ол бала созақта өскенімен біздің Үшаралдың тумасы екен. Әке шешелерін мен танитын болып шықтым. Және ол кішкентай сарауыз балапан болып біздің ауылға қыдырып келіп жүрген кезінде біз енді жиі концерт қоямыз. Менің өз аузынан осы әнді ол балапан кезінде тыңдаған екен ғой. Санасына сіңіп қалған және бұзбай орындады. Мен оған ризамын. Менің осы 30 жыл бұрынғы деп айтайын ба, 84 жыл шыққан әнімді жарқ еткізіп, қазақ ән әлемінің аспанына мәшһүр еткен қарапайым ғана әнші емес, бірақ жүрегімен орындай алатын Аманғали балам жеткізді. Алланың нұр жаусын олған. Үміт әпке, бүгін алтын уақытыңызды қиып, сырыңызбен бөлісіп, жырыңызды оқып бергеніңізге сізге алғысымызды білдіреміз. Алдағы уақытта үлкен шығармашылық толағай табыстар тілейміз. Аман жүріңіз, ауырмаңыз. Тамаша осындай халықтың жүрегінде жатталған әндеріңіз дүниеге келе берсін. Сізге Жамбыл телеарнасының атынан рахмет айтамыз. Осымен біздің хабарымыз тәмам. Ән көңілдің ажары, ән жүректің ғазалы, таусылмасын біз тыңдар, әуендердің ғажабы. Қой үстінде бозторғай жұмыртқалаған тыныш та бейбіт заманда бақытты да бақуатты ғұмыр кешуімізді Раббым нәсіп еткей. Мәңгі жарық күн сыйлаған маған, бір адам бар, ол өзіңсің ана. Мейірімге бір өзіңнен қанам, жылуды да жүрегіңнен алам. Ардақты ана, аяулы мама, суық күнде тоңбады ма деп, әлде жолы болмады ма деп, жалғызсырап қалмады ма деп,
мені ойлап қам жемеші мама. Саған тартқан менің күлгенім, сенің арқан шалқып жүргенім, қасыңдамын әркез біргемін. Мені ойлап қам жемеші мама, мені ойлап қам жемеші ана.